Көптен айтпағам, енді тұрмыс деген бала енді мен өзім бір ерекше, баланың ішінде ерекше жақсы көретін бала болатын, сол енді тұрмысы ерекше жақсы көреді. Басқаларды жақсы көреді, бірақ енді жұлдызым бәле. Аялап көзімнен ерекше сезіммен тұнжырап қара көзім сен маған қарап едің жүзімнен көкейілген арайлай кірпігіңнен ырысқым шашып өтті сүйді ғасыр етті Біздің тағы бір жақсылығымыздың бір ән бар екен. Сіздің бардығыңыз болсын, мен полностью жақсы көретін оқып берейін деп қамыраңыздар әнге. Шапыршы бағыңыздар. Әлінде алдарыңыз ас қойды, қыз бос қойыптап, шараптан алып, барақтан алып түсіп отырыңыздар. Кәнеки ұлдарға нампан, қыздарға шампан деп кәнеки. Сөздің бәрі өсек емес, диванның бәрі төсек емес деп кәнеки. Ішіп отырыңыздар. Енді айтады ғой, енді кеткен есек емес. Сол айтқандай ішіп жеп, ортаға тағы да біздің сценарий бойынша Жамбыз бабасы, мақтал мамасы, қадам құлағы үйіне тұрады. Оқырастың ағастырады дегенде. Ай, мұқты бала кім деп, құтты бала деп қаны деп атқанымызға құтты бала қағып қойып. Жәнеке. Айында. Мақпалдың мамасы. Қартырақ туған жоқтап қартырақ. Музыкалық сәлем ән бар дейді. Мақпал дедіңіз. Мақпал. Қанекей. Шоқта практигін ағалар шоқта не дейіп отыр? Мақпал. Ал қошылды қарсан жүрдік әке. Мақпал. Алдарына қойған мақсаттарына жетсін, оқуға түсіп, ойнап күліп, жора жолдастарымен, ата-аналарын, мұғалімдерін қуанта берсін. Ата-аналар балаларын
Бірінші класстан бастап оқитын мұғалімдер де сондай ыстық жүзбен қарсы алып, класстың балалары да өзім ең әр ата-ана өз баласын ойлайды ғой, ең бірінші классқа барғанда бірінші ауылдан келген бала қаланың мектебіне кіріп дәріске жүрмесіз классқа өзім алып барып мама бармай ақ қойсайшы, өзім ақ барамын жоқ өзім ақ барғанда классқа кіріп келіп міне мынау менің балам өз клубтарына алыңдар деп ертең ертең прямо удары басталсам Бейт айтып, мұғалімдер қайта рахмет айтып отқан, мынау қос ата-анаға рахмет айтайын. Сонымен қос ата-ананың құрметінен алтынай деген өлеңді қабыл Kızlar gazeteci aile kaldı. Bizim bastık bastık. Bastık da kusura pazar günü yüksek oldu. Бүгінгі тойдың жақсылықтары, тойларымыз құтты болсын. Бүгінгі өмірге қадам басып, бүгінгі мына үлкен де нұсқалы үлкен қадамымыз құтты болсын деп, мына жерде үлкен тілек бар. Сондықтан бәрімізге міне бүгінгі праздник, сіздердің праздниктеріміз, бүгінгі мереке сіздердің мерекелеріңіз. Сондықтан үстелдің арғы бастан бастап, бүкіл оқушы қысқа да нұсқа өздерінің бір тілектерін мұғалімдерге айтып берсеген ұсыныс болып тұратын адам. Сондықтан бүкіл сұраққа қазақ қойған оқушылар қауымына. Қайдақтан бастап берейін. Қай жақтан сізге удобно сол жақтан? Удобно у нас на подробне бывает. Так, мына бастан берек. Галстукқа бұл сөз батыр болып рахымдап қосырды. Ал құрметті ұстаздар, бізді осындай 11-ші сыныпқа жеткізіп таудай азаматша өсірген ұстаздарымызға мұнда бір алғыс айтамын. Сіздерге көп өмірде мамандығыңыздар бойынша көп жеміс көретіңіздер. Осындай біз сияқты жастарды, түлектерді әкеле беріңіздер. Осындай қызықты думанда, ол тастардан басында әрқашанда келіп алда соғанда. Сізге тілейтінім осы еңбектерін жемістерін көріңіздер. Алда осы бақыт сіздерге, одан басқа сіздерге ең бірінші денсаулықтарыңыз болсын. Және сіздің Әлихан Бекхан атындағы нөмір 76-шы қазақ орта мектебінің аяулы да ардақты да ұстаздары болып жүргенсіздер. Барлық ұстаздарға айтатын тілегім, әрқашанда еңбектеріңіздің жемісін көріп, бізді осындай дәрежеге жеткізіп, білім, тәлім, тәрбие беріп, барлығымызды жоғары дәрежеде көрсетіп,
бәрімізге рухани дайындық беріп, өзімнің сынып жетекшім Есімжанова Роза Шаншарқызына үлкен алғысымды білдіріп, 6-шы сыныптан бері маған қыз жетекші болып келеді. Светлана Шайменовна, Бақыт Қазбековна, Алма мұғалім, Жанат мұғалім, барлықтарыңызға рахмет етем. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, әрқашанда бақытты болыңыздар. Осындай үлкен мақсатқа әрқашанда кездесе берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Ұстаздар, ата-аналар, құрдастарым және де сіздерге көп рахмет. Ұстаздарыма алғыс айтамын, әсіресе Роза Шаншарқызына, Есімжанова Роза Шаншарқызына алғыстарымды айтамын. 10 жыл алыста келдім, ұстаздарым қошеметтеп қарсы алды. Ұстаздарыма өте алғысымды айтамын. Және де құрметті ұстаздар, сіздерден зор денсаулық, мол бақыт, отырған сыныптастарым айтқан сіздердің барлығы қабыл болып келген құлағына шалсын. Енді өмірдегі барлық жақсылықты құрметті ұстаздар, сіздерге бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, тілеймін, жүзеге өмір көбейтуін тілеймін. Құрметті ұстаздар, осы дастархан төл басында кездесіп жатқанына қуаныштымын. Осы 11 жыл оқып, жақсы тәрбие тәлім алғанына сізге рахмет етемін, Роза Есімжанова Шаншарқызына. Өте қуаныштымын, достарыммен жақсы. Құрметті ұстаздар, мен бір тілек айтсам, Алматыда үлкен Алатау бар, білесіздер ғой. Сол үлкен жүректеріңіз сол үлкен Алатаудай болсын. Сол Алатауда ұзын жол бар. Өмірлеріңіз сондай ұзын болсын. Сол ұзын жолдың арасында ағып жатқан тап-таза мөлдір бұлақ бар. Махаббаттарыңыз, өмірлеріңіз сондай бұлақтай таза болсын. бүгін осындай қуанышты кездесуде бәріміз осы тоғызыншы жиналып отырмыз. Сол 11 жыл бойы армандап келген, көкіректе от болып жанып келген армандарын әрқашан орындалып, биік белестерден көрініп, ата-аналардың бір қуантып, сондай қуанышқа кенелте беріңдер. Және де ұстаздарға айтарым, әрқашанда жадырап сіздермен өткен думанды күндер, көңілді сәттер әрқашан есте қалады. Біздің ұстаздардың ішінде барлық ұстаздар қазір осы ордамызда жоқ, жаңағы басқа класстардың кешіне кеткен ұстаздарға, қазір отырғандарға барлығына үлкен рахметімізді айтамыз. Және де біздің ұстаздар кемшілігі жоқ. Ұстаздар, мен сіздерді осы біз биыл жүріп жатқанымыз түлектер үшін бәрінің атынан мен сіздерді құттықтаймын. Және де сіздерге мол бақыт, зор денсаулық, ұзақ өмір сүріңіздер. Бүгін мереке біздің ғана мерекеміз емес, сіздердің мерекеңіздер, ата-аналарымыздың мерекелері. Осы бақытты күнде бәріміз бірге бақытты болып отырмыз. Осы күнді жақсы өткізуге етейік. Осы күнге жақсылап тұрып, мұғалімдер, сіздерді бүгін осыға келгендеріңізге рахмет етемін. Сіздерге зор денсаулық, мол байлық, қашығатқа бірінші зор денсаулық дейді ғой. Сол сияқты біз сияқты келесі балаларды шығарсаңызды тілектеспіз. Жанымыз бәрі айтып жатқандарына қосыламыз. Мұғалім келешек екі қойған болсаңыз көшіргіштерді өшірдек беріп тұрды. Солай қосып тағы кім бар екен дейді. Ол қойған. Қалдың қаяқ қаянған бір бала деп бір бала қойған.
Басталды. Оқушылар түлектерді көпшілігі рахмет еткізуді бірге ұстазымыз жаңағы өзіміздің сөзіміздің ең басты көй басын бастаған бізде той басын бастаған ұстазымыздың мына сіздерге арнап бір ән айтамын деп тұр. Сондықтан қол көтеріп қарсы болыңыздар мінекей. Мынау жас көтерге рахмет. Міне. Мынау балалардың мынау 18 бала тілеген қандай жаңалама. Мен әнші, мен өлеңді кісі айтпаймын, мен қошақаннан басқа өлең білмеушім бүгін басына тағы. Бір әдемі ән сіздерге арнаймын, қалғанымызда. Құрметті балапандар, сендер әр уақытта жолдарың ашық болсын. Құралай деген бір әдемі құстың, құс қой дейміз солай ма? Қазақша дейміз. Сондай әдемі. Yürügeni canımdı, can jarım ettin kınaray, hevedim canay, hevedim canay, doğumday, Bilmeyin деп тұр бөлім қарайды. Құдай ақтақты. Мұғалім жесір, екі қойсаңыз өтіңіз, бөлесір деп қояқты таңға. Ал енді құрметті той думандары Құртырдан қабырға түйілмаса кетеді дейді. Мына жаңа класстас жолдастар бірге, жас түлектер, сіздердің құрметтеріңізге